Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте дәмді әрі қамыры ерекше болып шығатын ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Ендеше кеттік, қамырын жасап бастаймыз. Ол үшін 1 шай қасық тұзды суға салып, ерігенше араластырамыз. Содан соң оны ұнға салып, жақсылап илеп қамыр жасаймыз. Қай заттың қанша мөлшерде екенін видеоның астыңғы жағында описание бөліміне жазып қалдырдым. Мен жазған мөлшерден ешқандай артық ұн, су қоспай, шамамен 10 минутта илеп, қамырдың июін қандырамыз. Бұл мантының ерекшелігі қамырында болғандықтан, қамырдың жасалу шамалы қиындау әрі уақытты алады. Бірақ соған лайықты дәмі өте керемет әрі дәмді болып шығады. Былайша айтқанда сочный манты болады. Видеода байқағандарыңыздай, қамырдың арасында іртігі қалып кетпеу үшін үстелге қамырды жазып, қайта жинап отырып елесеңіздер, қамырдың арасында ешқандай іртік болмайды. Қамырдың арасында ешқандай іртігі қалып кетпегенін көру үшін осылай ашып тексереміз. Қамырыңыздың июі қанып, арасында ешқандай іртігі қалмағанына көз жеткізген соң, осылай қолдың көмегімен жазып, 4 бұрышты қалыпқа келтіреміз. Одан соң оны пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағат тынып тұрған қамырды алып, қолдың көмегімен қайта жазып шығамыз. Видеода байқап тұрғандарыңыздай қамыр жылтырап, әрі жұмыс жасауға оңай болып қалған. Қамырды жақсылап илеп, одан соң қайттан 4 бұрышты қалыпқа келтіреміз. Конверт тәріздес болған қамырымызды алып, қайттан пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді мантының ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін пияздың үстіне тұз салып, жақсылап араластырып езіп, пияздың суын шығарамыз. Оның үстіне тартылған ет, майдалап туралған құйрық май, татымына қарай бұрыш және міндетті түрде сочный болу үшін су қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 сағат тынып тұрған қамырды алып, теңде 3 бөлікке бөлеміз. 1 бөлікті алып, қалған 2 бөлік қатып қалмау үшін қайттан пакетке саламыз. 1 бөлігін осылай қолдың көмегімен жайып, оны 15-20 граммдай болып шығатын бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөлген қамырды осылай ұн сеуіп отырып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырды жайып болған соң, оның осылай қағып тастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырларымыз жылтырап, әдемі болып, дана-дана болып шығады. Қалған 2 бөліктегі қамырды да дәл осылай жайып шығамыз. Енді қамырдың ішіне салмасын салып, түйіп шығамыз. Мен сіздерге видеода барынша көрсетуге тырыстым. Егер де видеодағыдай түйе алмай жатсаңыздар, онда ештеңе етпейді. Қамырдың түйілуі өзгергенімен, дәмі ешқандай да өзгермейді. Өз қалауларыңызша түйіп шықсаңыздар болады. Каналдың дамуына ары қарай өз үлесіңізді қосып, тегін лайк пен комментарий қалдыра кетсеңіз, айтар алғысым шексіз. Егер сіз менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Енді манты қазанымыздың ішіндегі табаларды майлап, үстіне мантыларымыздың арасын шамалы алшақтау етіп орналастырып шығамыз. Мантының үстін сұйық маймен майлап, мантаварканың табағында қайнап тұрған судың үстіне қойып, мантыларымызды пісіріп аламыз. Мантыны 45-50 минут ұстамай, 30 минуттан соң алып жіберсеңіздер болады. Осымен ұйғыр мантысы дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.